Қайырлы күн, көзі қарақты біздің оқырмандарымыз. Сертинформ подкастының бүгінгі шығарылымы тарихтың ақтаңдақ беттерінде құпиясы әлі ашылмаған, ақталмаған жүздеген мыңдаған жандардың тарихына айналған желтоқсан көтерілісіне арналады. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы желтоқсаншы Тараз қалалық мәслихатының депутаты, дәрігер Мұрат Бердалиев. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Осы желтоқсан болған күні сіз алаңда болдыңыз ба? Желтоқсан 3 күн болды. 3 күн деп атылады, бірақ 2 күн болды ғой негізі. 16 күн басталды. Мен 17 күні түс қайта болдым алаңда. Сағат 3-тің айналасында. Бірақ ол кезде мирный демонстрация, жаңағы шеру болып жатты. Тыныш, ешқандай бұзақылықтар көрген жоқпын. Бір 2 сағаттай болдық, 4:30-ға дейін. Күн қатты суық болды, содан шыдай алмай қайтып кеттік. Дәл ол кезде ешкімді ұрмаған, соқпаған. Сол шерудің бейбіт түрі момент еді. Сол естуімше, сол біз бір 20 шақты курстастар барғанбыз. Соның бір жартысы қайтып кетті, бір 9 қалған. Солардың айтуынша кешкі топалаң сол 7-8-лерде басталған. 10-11-лерде шаңырау шегіне жеткен. Жаңағы ұру, соғыс, енді ол кезде мылтық атылған жоқ әрине. Солай. Содан менің жаңағы желтоқсаншы болып жүргенім 18-ші күнгі әңгіме. 18-ші күн таңертең үлкен курсовая лекцияға дегенге бардық. 180 бала оқимыз. Сол жерде бізді институттың ректоратынан, деканатынан, ол кезде партиялық комитет деген бар, содан келіп бізге сабақтың тоқтатылғанын, бүгін ертең сабақ болмайтынын жеткізді. Айтты, үйлеріңе қайтыңдар, тып-тыныш жатыңдар, түнде сондай әңгіме болып жатыр, бұзақылар, сондай. Алаңға шықпаңдар деді. Шықпаңдар деді. Сонымен сабақтан қайтарды бәрімізді. Түгел институт бойынша 17-18-не сабақ алдын ала тарқатылды. Енді осы сөз бізге қайта ол бізді асқындырып жіберді. Неге қайтуымыз керекпіз? Өйткені бәріміз біліп отырмыз, жатақханадағы балалар жаңағы кеме қалғандарын біліп отыр. Жағдайдың бірден болғанын айтып берген. Сонымен көмекке барайық деп шықтық. Сағат 9-дарда шықтық. Байзақ деген көшеде инфекциялық ауруханада лекциядан шыққанбыз. Содан Абай көшесіне түсіп, бармақшы болып бара жаттық, бірақ жете алмадық. Өйткені сағат 10-11-лерде уже екінші кордон тұр екен. Әскери кордон, Орал машинесінде 10-12 ұзын зіңгіттей орыс жігіттері, әрқайсында 1-2 иттен әр машинеде. Қолдарында автомат, қолдарында жаңағы не томарлары бар ұстап алған. Әр машиненің арасы 50 метрдей қатар қойып қойған екен. Оның өзі бізге үрей туғызды, өйткені біз өмірде ондай көрмегенбіз. Өмірінде телевизордан ғана көргенбіз. Біз олардан өте алмадық. Біраз іс-қимыл жасап едік, босқа шықты, қазір иттерін жібереміз деп мылтықтарын иықтарынан алғанда қорқып қайтып кеттік. Көргенім өз басымнан өткен сол болды. Бірақ сол жаңа лекция кезінде алаңға үгіттеді деген әңгіме деканға жетеді соған. Оны орыс қыздар айтқан. Галина Тука деген қыз айтыпты, оны кейін өздері айтты. Бәлен жылдан кейін, 1-2 жылдан кейін айтты. Соғыз декан айтқан, декан ректорға айтқан. Сонымен 19 күні сабақтан бәрімізді жинап алды институтта. 12 баланы тағы жинады. Сіз сол 12-нің тізімінде барсыз ғой? Бармын, 12 тізімінде бармын. Соның бүгінгі таңда 9-ы соғыр жылдары, 9-ы оқудан шығарылды, 3-еміз оқуда қалдық. Енді сол алаңға барған, алдыңғы шепте жүрген 12-нің 9 оқудан шығарылады, 3-еу ғана қалып қалады. Бұның астары неде? Неге бірдей қалуға мүмкіншілік болды ма, әлде бірдей кетуге де деген сияқты? Мүмкіншілік болғанда, 1-2 жігіт енді оларда қазір ойлаймын, сол адам салдау деп ойлаймын. Ал мен өзім салатын адам жоқ, жақсы оқыдым. Соның арқасында ботадай боздап,
деканның жаңағы орынбасарына бардым. Светлана Мусифовна деген Мұханова, сондай жақсы кісі еді. Соған барып бар шындығымды айттым. Мен үгіттегенім рас, бірақ оқудан шықса күнім не болады? Үйленгенім кеше ғана 13 желтоқсан күні тойым болған, 86 жылы. Енді көз алдыңызға елестете беріңіз, мен оқудан шығарып, болмаса соттап жіберсе. Барып, бар шындығымды айттым. Сөйтіп жүрген апайым есікті жауып, ол қосыла жылады. Содан менің қолымнан жетектеп, баласындай жаңағы партиялық комитетінің секретарын алып барды. Ол кісі өте жоғары, өте беделді, сол институттағы профессорлардың алдыңғы қатар еді. Татар әйелі Насыбуллина Салида Халықовна шығар, Халиковна дейтініміз. Сол кісіге бардық. Ол жерде ол кісі де жылады, есіктісінен құлттап алып, сөйтсек олар бізді жаңағы қудалағаны бер жағы екен, ішкі дүниелерінде олар студенттерге жан ашиды екен. Содан маған айтты, сен енді еш жаққа барма, біреулер шақырып жатса, маған келіп айтарсың деді. Өйткені бізді 19 күні шақырғанда, ректоратта болған үлкен талдаудан кейін 20 күні партиялық комитетке шақырған. Мен соған баруым керек еді. Мен оған бармадым, және маған достарыңа айтып бармасын деген сөзді соны толық жеткізуге де дәтім шыдамады. Екі балаға айтып үлгердім, басқаларынан өзім қорықтым. Өйткені сондай үрейлі күндер болған. Қазір оңай айтуға. Содан екі жігіт үшеуміз қалдық. Енді анау шыққан 9-ның 6-ы олар алаңда ұсталған. Оларда ешқандай не жоқ. Мүмкіншілік жоқ. Үшеуін оны жатақхананың алдынан ақ кеткен. Бірақ олар да дәлелдей алмады. Жатақхананың алдынан есікілді. Темекі тартып тұрған жерден айдала болғанда сол енді жаңағы Шевченко Шагабуддина көшесі, ол алаңнан енді 1 шақырымдай жерде. Өтіп бара машина тоқтайды. Сен бұларға кіріңдер, нағып тұрсыңдар дейді. Олар сенің жұмысың не дейді. Ары бері сөзден сөз шығады, соң бұларды алады да ұрып апарып қамап тастайды. Содан кейін қаяқтан қамады, олар да алаңнан қамалған болып шыға келді бір пәсте. Кейін олардың тағдыры не болды, ақталып шықты ма? Олардың тағдыры кейін оңынан шешілді 2 жылдан кейін. 87 жылы оларды оқудан шығарса, январда, қаңтар айында. 89 жылы оларды оқуға қайтадан қабылдады. Түгел қабылдады. Ақтады. Бірақ екі ортада олар азып тозып, соң қанша қияметті басынан өткізгендерін айтып келді. Азып тозып, шаштары ағалып келді. 2 жылдың ішінде. 2 жылдың ішінде бір жігіт айтады, Нарынғолдың жігіті, қасымнан жаңағы милицияның машинесі өтсе, жүрегім тоқтап қалады дейді. Түнде есікті біреу тоқылдатса, жүрегім тоқтайды дейді. Шешем ойбайда оянады, төсектің астына тығады дейді. Сонымен 2 жылдай сондай күй кешкен жігіттер. Осы желтоқсан оқиғасы сіздің жүрегіңізде, сіздің өміріңізде бір қандай қасіреттермен есте қалды? Ол ұлтқа төнген қасірет болды ғой, бірақ сіз соның ішінде жүрдіңіздер. Ұлттық қасірет деп айта аламын, өйткені осы оқиғадан кейін Алматы қаласы емес, бүткіл Қазақстан шығар. Біздің Алматыда жүргеннен кейін екіге бөлінді. Қазақтар және қазақ еместер болып, орыстар болып. Екіге бөлінді. Кеше ғана ойнап күліп жүрген достармен бір күнде ата жау болып шыға келдік. Бір күнде. Сондай қасіретті күндер болды. Сөйлесуге қорқасын, сыбырлап сөйлесесің, ойыңды айтамайсың. Сондай күндер болды. Сол кезден бір есіңізде, жүрегіңізде бір мәңгі сақталған бір дүние бар ма? Бірнеше оқиғалар есімде, бірнеше оқиғалар. Оның біреуі сол оқиғадан кейін, бір 3-4 күннен кейін мен Ақсай Мөлдек ауданында тұрам. Сонда трамвайдың орыс әйел айдап бартқан сол бір қазақ баласын қолдап қақты. Бұрылған жерде трамвайы 200 метр іліп кетеді ғой, занос. Ол соны біліп тұрып сол баланы қақты. Мен алдында тұрғам. Сонда тоқтаңыз дегенше болған жоқ. Да, одного менше больше. Солай көзімше қақты. Тағы да дүрбелең басталды. Ол тірі өйткені шетімен қақты ғой. Қыстың күні қар ұшып түсті. Тоқтаттық, бірақ күштеп тоқтаттық. Барсақ ол аман есен
тіпті үстін қағып кетіп қалды. Бірақ әжептәуір әңгіме арты қырылысқа барып, тағы декке бөліндік, қазақтар мен орыстар. Екінші жағдай, курстас баламен Савинов деген, Виктор деген кейін дос болып кетті қайтадан. Бірақ сол айтады, ой, мы сколько казахов сбивали деп сол мақтанкершілікпен айтады. Өйткені ол институт оқып жүріп, скорыйда фельдшер болып жұмыс істеген. Сол айтады, бізге рұқсат берді дейді тіптен. Қаға беріңдер деп айтады, қазақтар. Қаға беріңдер, өлтіре беріңдер деп айтады. Өзі айтады. Сосын кейін кешірім сұрады. Осы институттың 40 жылдығында осы 19-шы жылы ойнап күліп тарадық. Бірақ ана жылдары ата жау болып жүргенбіз. Енді олар айтады, біздің кінәміз жоқ дейді. Сондай тапсырма келді дейді. Не істейсіз соған? Бір күнде жау болдық, өйткені ДНД деген болатын ол кезде. Жаңа добровольная народная дружба. Оған ДНД-ға бүткіл ұлтты алатын. 17-сі күні қазақтарды қайта жібереді. Сендер бара беріңдер деді. Сондай. Тек қана орыс ұлты қалады. Енді орыс ұлты болғанда орыстардың да ішінен тәуірлері бар. Сол жылдары енді көп әңгімелесіп айтып жүрдік қой. Тоже бір курстасым айтады, бір автобусқа толтырып 17-сі күні Абай көшесімен жоғары қарай әкетіп бара жатыр дейді, Медеу жаққа. Сол жаққа төккен ғой, Бутаковка деген жерге төккен. Сонда әкетіп бара жатқанда автобус тайып, артқа жығылды дейді, оң жағымен. Соның кейін есікте тұрған, ит ұстап тұрған, автоматпен тұрған екі жаңа милиция орыс жігіті мыжыл басында қалып кетті дейді. Бәріміз соның үстінде жығылдық дейді. Соң олар ойбайлап есікті аш деп, шопыр есігін, мына есікті ашты дейді, артқы есік ашылмай қалып. Жоқ, артқы есік ашылды, алдыңғы есік қысылып қалыпты жаңағы терекпен артқа құлады ғой. В общем, қашып шыққандардың біреуі. Бүткіл есікті ашады. Сонымен ол қашады. Алматының жоғары жағында Горный гигант деген население болған. Содан тұмағым түсіп қалған дейді, жаурап қашып келе жатырмын дейді. Енді қатты жаурадым, бір үйге секіріп тығылуым керекпін. Секіре алатын забор іздеп келе жатырмын дейді. Бір кез алдымда бір жарым метрлік ескі забор шықты дейді. Дереу секіріп түсіп, сарайына барып отырғаным сол еді, бір ит үріп қоймайды дейді. Енді үйдің светі жанды дейді. Енді Алладан сұрап отырмын дейді, қазақ шықса екен деп. Жоқ, бір орыс шықты дейді. Кто там дегенде зәрем, зәртөне, біттім деп, өлдім деп ойладым дейді. Содан кейін сөйлеуге де шамам жоқ, тілім сықылдап тұрмын дейді. Сосын бір қария келді дейді, орыс қария, сынок деп айтты дейді. Сол сөз айтқанша барып қайттым дейді талай жерге. Жоқ, бәрі ойдағыдай, ол кісі оны үйіне кіргізеді, шайын береді, түтінді қондырады, ертеңіне жолды көрсетіп шығарып салады. Бәрі жау емес қой, айтайын дегенім. Содан кейін елдердің арасында сол кездегі милициялардың бәрі қарсы шықты дегенде кейде бір сөздер болып қалады. Ол да болмаған. Өйткені алаңдағы қазақ жігіттері де қол көтермеген. Қазақ жігіттер ұрды деп мен айта алмаймын. Өйткені сол күні түнде Бішкектен, Новосибирскіден, таң ата Грузиядан жаңағы жетімдер батальоны келген. Сол қазақ қыздарын жұлқылап, басынан теуіп ұрған сол жетімдер батальоны. Олар солай дайындаған екен, Совет үкіметі оны кейін жазды. Жетімдер батальоны кейін жазды. Сондай күндер болған. Сонда жаңа қазақ жігіттері тағы бір достарым айтады, Алматыда үлкен үй бар, Три богатыря деген. Соның асты подвал екен. Соған барып қалмайды ғой. Милицияны толтырған, ровдың бәрін толтырған. Уже бұл 18-ші күнгі әңгіме. Сонда енді апаратын жер жоқ, үйдің подвалдарына қамай берген. Сол астына дейді бір 500 адамдай дәу үй енді қазірде тұр. Сон қамап құлтап қойған дейді, бір кезде қазақ милиция келіп, мен ашам жігіттер, қашыңдар үлгергенше деп. Сон жартымыз қашып шықтық дейді, мен де қашып шықтым дейді. Сол кезде уже кеп қалды дейді, усиление. Не істеп жатсың, анау-мынау деп анаған. Сөйтсе мен ұрды деп, ана киімін жыртып жатыр дейді қазақ жігіт. Киімін жыртып жатыр дейді, они меня сбили, заставили деп. Сондай көмекте көп болған, оның бәрі жау емес. Бірақ сондай болды ғой, өкінішке орай. Сол 17-сі күні үйге келдім. Қараңғыда жас шығып келмеймін ба? Сондағы айтайын дегенім, Алматыда жазушы ағам бар, журналист Қасым Әзімхан. Көп адам таниды, сол кісі. Барсам үйде қорқып отыр екен, мен ағам үйінде жүргем. Мен кіргеннен кейін үйдің светін өшіріп, есікті ішінен құлтап, қараңғыда тамақ іштік. Қорқын. Сонда неге десем айтады, есік алдында баба бері отыр дейді қазір. Ана
әскерлер жүр уже 17-18. Солар қазір қай үйде студент тұрады десе, қазір ғана келді мына жерде 5-ші этажда пәленші квартира деп айтса, қазір келіп есікті сындырып, сені алып кетеді деп, түнімен свет жақпай солай отырдық. Сондай қорқынышты, үрейлі күндер болған. Осы желтоқсан оқиғасы деп тарихта қалып кетті ғой, бірақ қазір соңғы жылдары бұл оқиға емес, бұл көтеріліс. Өйткені қазақтардың тәуелсіздікке деген соңғы күресі дейді. Осы, ол да рас. Бірақ осы неге оқиға деп тарихта қалды? Енді оны кезінде оқиға деп әте айтты ғой, оқиға демесе бұл дүниежүзілік үлкен халықаралық атаққа кетіп қалатын еді. Шындап келгенде бұл көтеріліс, өйткені 50 мың адамды елестетіңіз, мылтықпен оққа жалаң қол күрескен, ол тек қана көтеріліс. Оның кезінде әтейе оның бағасын түсіру үшін солай атаған событие деп. Шындап келгенде ол ешқандай событие емес, өйткені оның алып та дүрбелеңге 17-сі күні түнде жаңаға қазір 50 мың деп жатыр ғой, солар жалаң қолмен, жердегі мұзбен, мраморный тастармен бәрі қарсы шығып, 2 пожар машинесін аударып өртеген, 1-2 жаңағы ППМ милиция машинесін өртеген. Ол таза көтеріліс. Өйткені арты сол өліммен бітті. Енді Мұхтар Шахановтың дерегіне сүйенсек, 67 адам жоғалып кеткен. Із-түзсіз. Ал бірақ сол қардан шыққандарын біз талайын көрдік. Алматыда оқыдық қой, талайын көрдік. Халилхан Досымханов деген кісі бар Алматыда. Сол кісі сол бір КамАЗ төккен жерден аман шыққан жігіт. Үйті ол айтады, біреулер мені алып шығыпты дейді. Кейін айтты дейді, сен саусағың шығып тұр екен, жыбырлап тұр екен деп. Ол бұларды Алматының бер жағына қазір спецсон деген бар, Алматы бер жағына бұрындай жақта, сол жаққа барып төккен. Қырға шығамайғаннан кейін жаңағыдай мәшинелер қырға жүремей, сондай оқиға ойлаймын, көп болғаннан кейін бұларды енді төмен қарай тасыған, бұрындай жаққа барып төккен. Сол қардан шыққан жігіттер бар, қазір араласып тұрамыз. Сол кездегі идеология осы желтоқсанның құрбандарын, жалпы желтоқсан оқиғасын қанша жабам дегенмен бұл әлемді аралап кетті. Прибалтика елдерінде қандай пікірлер болды? Бұл бір жастардың қанымен келген тәуелсіздік қой. Бүгінгі күні желтоқсан көтерілісі деп айтайықшы, өзінің тарихи маңызына ие болды ма қоғамда? Жоқ, өкінішке орай ие бола алмай жатыр. Оның себебі мен де түсінбеймін. Өйткені соны айтқанымен соны іс жүзінде асырмай тоқтатып жатыр. Білмеймін, оған жастардың не кінәсі бар. Сол кісілер тәуелсіздің қарлығаштары. Оны дүниежүзі мойындаған. Боннер, Елена Боннер деген дүниежүзілік халықаралық ұйымның төрайымы, Сахаровтың жаңағы әйелі. Ол кісі 87 жыл айтқан. Америкада ұлттық трибунадан айтқан. Алматының жастардың көтерілісі Советтер одағын ыдыратуға алып келген бірінші жаңағы не деп, көтеріліс деп, оқиға деді, көтеріліс деп айтқан. Невада қозғалысы да шетелде солай атады. Бұл халықаралық аренаға шығып кетті, бірақ қазір енді жастарға ешқандай айта алмаймын, бағасы берілді деп айта алмаймын, бірақ бағасы берілетін күндер жақындап келе жатыр. Өйткені жылдан жылға жаңа сюжеттер шығып жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын алаңда қазақ жігіттерінің Сұлтанов, мәжілісмен Сұлтановқа сөйлеп жатқан несі осы. Бүгіндері жүр, экранда жүр. Сондай жаңа нелер шықса, ойлаймын, әлі ақтаңдақтар ашылады ойлаймын. Осы өзінің желтоқсан оқиғасына, көтерілісіне байланысты көптеген ақпараттар қоғамда айтылады, тарихта жазылды. Соның ішінде бір тарихи фактілер бар ма сіз келіспейтін? Осы жер бұрыс болып кетті, тарихқа дұрыс түскен жоқ деген сияқты. Негізгі себепті ешкім бұрмалап айтқан жоқ. Себеп біреу ақ. Қазақ ұлтына, қазақ мемлекетіне қазақ болу керек деген сөз болды. Болмаса жаңағы Қазақстанда жүрген орыстарда болсын деді. Және де тағы үлкен себеп, бұл желтоқсанның жаңағы тұтануына себеп болған тоталитарлық жүйенің жаңа қысымы. Әр ұлтта, мысалы 15 республиканың ішінде қазақтарда бар, әбден қысып,
бұғаттап, шынжырлап тастаған заманның кезі еді. Өйткені оған дейінде біз өзімізді жаңағы қысылтаяңда солай өлшемленді өзімізді бір солай санайтынбыз. Өйткені заман сондай болған. Орыс мұғалімдер мысалы қазақтарға ойнай келгенін айтады. Талай оқиғалар бастан кешірдік. Мен группада староста болдым. Осы Зайцев деген мұғаліммен төбелеске дейін бардым 85 жылдарақ. Сонда солар жаңағы жаман сөздерді айтып, несіне оқуда жүрсіңдер, оқымаңдар, кетіңдер деп. Болмаса 86 жылы жаңағы 21 күні барлық Қазақстан бойынша жаңағы талдаулар жүрді ғой. Мединститутта сондай үлкен жиналыс болды 21 күні. Оған кейінгі вице-президент Ерік Мағзумов келді. Көз алдында жиналыс жүргізді, студенттерді таптап, қаралап. Сонда Афанасов деген мұғалім шығып, қазақтарды мединститутта оқымай-ақ қойғанын қалаймын. Жорға оқиды бәрі 2 мен 3-ке. Солар мал бағып жүрсе, сол артық деп айтқан. Сол жерде айтты, біз жылап отырдық. Қазақ қауымы, мен студент емес, мұғалімдерде қатар қол ұстасып отырдық. Көзімізден қан ағып отырды сол сөздерді естігенде. Және бір қазақ жігіт Асқар Әлімжанов деген, қазір араласам, кейін мойындамай қойды. Ол шығып айтты, бұл фашизммен бірдей деді. Содан кейін айтам, саған кім айтты деді осы сөзді. Жоқ, мен айтқан жоқпын дейді. Сен өзің айтуың мүмкін емес. Сол күні сен солай айттың ғой. Сол жерде бізді қорғаған адамдар болды. Мен Араша деп мақала жаздым. 91 жылы Ақжолға апарып өткіздім. Жамбыл облысында бірінші мақала жазған менмін негізі. Менің шыққан 91 жылы желтоқсанда апарып едім. Ақжолдың газеті алмай қойды. Айттым, басың екеуіме аулақ жүр деп. 93 жылы олар өздері іздеп келіп тапты. Сосын Араша деген мақала басылды Ақжолға. Ол жерде не туралы айтылды? Ол жерде жаңағы Араша, мен арашалап алдым ғой, жаңағы кісі. Жаңағы татар әйел, Насыбуллина арашалап алған. Сол бірінші пункт астарлы әңгіме деп сол кісіні жаздым. Екінші жұлдызды 4 минут деп жаңағы профессор Ормантаевты жаздым. Өйткені сол 21-ші күні қаралап атқан жиналыста бір профессор қазақтың жүрегі, қазақ Қызылорданың қазағы шықты да айтты, мен бұл жерде айтылып тұрған сөздердің ешқайсымен келіспеймін деді. Я не согласен ни одной позиции вашей деп, Ерік Мағзумов үлкен адам қызметін айтам. Сол кезде бұлар микрофонды өшірді. Содан кейін сөйлемеңіз дейді ана кісіге. Содан залда қазақтар шуладық. Сөйлесін деп шапалап қырып. Содан сол кісі 4 минут сөзден кейін ол кісі почти что қуып шыққандай болды. Соны жаздым мен, жұлдызды 4 минут деп. Өйткені ол кісі сол жерде былай деп айтты. Студенттерді оқудан шығарып, қудалағанды тоқтатыңдар. Қолдарынан келсе, ұйымдастырушылар тауып. Соларды қандай жазаға берсеңдер де мен қарсы емеспін деді. Бірақ барған студенттердің кінәсі жоқ. Солай сөйледі. Араша деп шықты. Содан кейін осы алғашқы желтоқсаншы болып шыға келдім. 95 жылы мен осы желтоқсан туралы айтып бастаған. Осы желтоқсанға құрбан болып кеткендердің әлі біразы ақталған жоқ. Неге 40 жылға жуық уақыт болды? Жоқ, ақталды, бәрі ақталды. Дәлелденгендердің бәрі ақталды. Былтырда біз соңғы статистикаға қараған кезде әлі мыңдаған адамдар бар деді. Өйткені алаңға шыққан мысалға... Жоқ, ол алаңға шыққан 50 мыңның бәрін ақтамай жатыр ғой. Ол үшін бізге статус беру керек. Желтоқсаншы деген. Ол статус берілсе, ол әр адамға өкімет компенсация беру керек. Мына заманда мен ойлаймын, біз оған жете алмаймыз. Өйткені қазір бюджетіміз онсыз да кем, өзіңіз білесіз. Қазір желтоқсаншылардың сұрап жатқан статус. Статус берсе, мемлекет айтады, қазір статус берсек 50 мың емес, 500 мың желтоқсан шыға келеді дейді. Содан олар қорқақтап, қазір беремей жатыр. Ақталған деген сол. Әйтпесе таза түрмеге түсіп, жаңағы жапа шеккендер. Оқудан олар бәрі ақталды. Мысалы, менің үйде архивім арасынан шықты, комсомол билетінде сөгіс аппын. 87 жылы январдаппын. Ол қандай сөгіс екенін өзім де білмей отырмын, шынымды айтсам. Тек сөгіс деп жазған. Сөгіс, печаттар түрі сөгіс берілсін деп жазған.
егер соны мен желтоқсанмен байланыстырсам, бір күнде батыр болып ақталып шыға келем. Бірақ мен ақталуға асықпаймын, өйткені басқа мыңдап жүргенде оның арасынан суырылып шыққым келмейді. Елер ойлауы да мүмкін, өзін өзі ақтап алды, төраға деп. Жаман ойлауы мүмкін көптеген адамдар. Сондықтан документ менің үйімде тұр, сотқа апарайым деп кейде бір ойлап қоям, содан кейін ойлаймын, алар тағы басқаша ойлап. Өзі ақталып алды деп. Болмаса тұр менде 11 январь 87 жылы сөгіс берілсін деген. Бірақ жаңағы декабрь желтоқсан туралы сөз жоқ. Сіздердің қоғамдық бірлестіктеріңіз қазір қандай іспен айналысуда? Енді қазір бізде сол ел қатарлы жүрміз, қырып атқан іштемеміз жоқ. Қырғанда бәріміздің тілегіміз біреу ақ, статус алу. Соған басымыз бірігу. Бірақ оған енді ол іске аспайтын нәрсе. Мысалы, Алматыда 22 қоғамдық бірлестік бар, бірін-бірінің сол позициясымен бөлінген деп санайды олар. Біздің облыста да үшеу бар. Бізден алып бара жатқан позиция мен ол жерден көріп отқам жоқ. Бізде желтоқсан ұшқыны, жаңағы ақиқаты деген бар. Санат Қоңырбаев басқарады. Желтоқсан ұшқыны менен бөлінген жігіттер. Олар өзімнің қол астымда жүріп, менің тапсырмамды орындап, сол 5 жыл бірге жұмыс істеген жігіттер, олар сол атақ керек болды деп ойлаймын. Беттерінен айта аламын. Санаттарда сол біздің айтқан немен жүрмеді. Сәл әлсіздік көрсетті аға. Біз енді қазір бүгінгі таңда қолымызда не келетін? Басқа қаланың желтоқсаншылармен араласып тұрамыз. Өткен жылы май айында 26 адам бір автобусқа мініп Алматыны аралап қайттық. Өткіл монументтерді араладық. Алматылықтар қарсы алды. Оларды әне күні бері қарай шақырдық. Олар осыдан бір апта бұрын келіп, 6 желтоқсан күні біздің музейімізді, паркімізді аралап, оң бағасын беріп, 6 бірлестіктің азаматтары қонаққа келіп кетті. Енді барлықтарыңыз бір нәубетті бастан өткіздіңіздер, бірдей қиыншылықты көрдіңіздер. Бірақ соншама қоғамдық бірлестікке бөліну қаншалықты қажет? Қажет емес. Мүмкін сол үшін де шығар сіздер әлі күнге дейін статустарыңызды ала алмай келе жатқандарыңыз? Жоқ, олай деп айта алмаймын. Әлде бір қауымдастыққа бірігу керек пе еді? Солдай енді соны қозғап жатырмыз. Кешегі 6 ұйымда соған келісті. Енді ойлап отыр, олар айтады, осы ендігі жылы бір форум ұйымдастырамыз деп. Сол жерде бәлкім бәрі бірігуіміз мүмкін. 40 жылдық қой келеді. Иә, 40 жылдыққа сондай жақсы іс-шара бастап жатыр. Соларға, олардың сондай ойлары бар. Ойлаймын, солардікі дұрыс подход деп. Біз оларға қосыламыз. Солай уәдемізді де бердік. Керек болса, кез келген неге қолдау көрсетеміз деп айттық. Өйткені қазір ешкім мемлекеттің саясатына, мысалы, біз қарсы емеспіз. Мен өзім мемлекеттік қызметшімін, жаман ештеме көріп жүргем жоқ. Сондықтан біз сол саяси көзқарас мемлекеттен бөлінбейміз. Бірақ енді желтоқсандарды қолдап, желеп, демеп жүрген жайымыз бар. Осы облыста 3-4 аудан жылда жинап алып, өзінің ауданының нелерін, Жамбыл ауданы, Мерке ауданы, Шу ауданы, Мойынқұм ауданы, Жуал ауданы, бұлар өздерінікін марапаттап жатады. Азда болса, әйтеуір тон болмайды, жол болады дейді ол қазақ. Бірақ сол Тараз қаласында тоқтап қалды. Бұдан 5 жыл бұрын қазіргі мәжілісмен Орынбек әкім болып еді ғой, сол кезде өте жақсы болған. 50-60 шақырып ырымын жасап тұратын. Қазір себебін білмеймін, үрдіс тоқтады. Енді сол оларға не керек? Оларға сол бір жылы сөз керек. Шақырып алып, жаңағы демеп қойса болар еді, болмаса соған ешкімнің күні қарап қойған жоқ. Сондай енді өкінішке орай. Тып-тыныш өзінің сабағына барып келіп жүрген жап-жас Мұратты желтоқсан оқиғасынан кейін қай жағына қарай өзгертті? Мен өзімді ұлт патриоты деп санаймын өзімді. Мен әрқашанда әлсіздер жағындамын. Өмірімде солай тактика қойылған.
біреуден біреу асып не қылып жатса, мен қай кезде болса да әлсіздер жағындамын. Мынау қазіргі бізде, ол кезде енді жаңа өзіңіз де сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, қазақ ұлтына деген, қазақ жастарына деген сондай бір менсінбеушілік, кемтушілік болды. Тіпті мынау мен университеттерде қазақтың балалары оқымасын, олар оқи алмайды деген сияқты. Қазір, Аллаға шүкір, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Десек те, басқа ұлттан емес, қазір қазақ өз-өзіне бір-біріне жау болып жатыр. Бұл жердегі ұлттық бір идеологияның қазір шайқалып тұрған тұсын көреміз да. Менің ойымша, қазақ қазір осындай бір өтпелі кезеңде тұр. Осы кезде біздің қазаққа не жетпейді қазір? Енді қару ұстап алаңға шығудың қажеті жоқ. Өте жетпейтін дүние, үлкен дүние деп айта алмаймын. Бірақ бірін демеу жетіспейді, көтеру жетіспейді. Аяқтан тарту сол өкінішке орай ата-бабамыздан қалған. Мысалы, грузиндер айтады ғой, бірін батыр дейді. Бізде ондай өкінішке орай жоқ. Болмаса, болам деген баланы белін буып, бетін қақпай, белін бу дейді. Сондай тірліктер іске асып атса, кәнеки. Бірақ енді онымен біз тоқтап атқан жоқпыз, Құдайға шүкір. Қазір алдыңға қатарлы, зайырлы мемлекетке қадам басып келе жатырмыз. Президентіміз өте ақылды адам, білесіз. Сондықтан ойлаймын, бұның бәрі түбі жеңілетін әңгіме деп ойлаймын. Түбі жеңілетін. Болмаса, жаңағы қыспақтың кезінде тағы бір мысал айтайын. 3-ші курста 85-ші жылы бірінші рет Алматы мединститутынан Қазақстаннан Москваға 11 студент жіберетін болды. Бірінші рет тарихта. Қазір 10 мыңдап шетелде жүру. Сонымен біздің факультетке шорын түсті. Шорынға мен де сұндым. Сонымен өттім. 3 адам 4-ші курсты басын Москвада Сеченов институтында оқитын болып солай шешім шығарды. Қуанышым қойныма сыймай, каникулға келдім. Москваға дайындалып жатырмын. Барсам, Москваға бармайтын болдым дейді. Неге? Орнына Elias Юлия деген қыз тіркеп қойған. Ешкім білмейді. Декан қазақ, жаңағы Армантаев деген кісі. Айтамайым дейді. Кешір дейді. Не болған өзім де білмеймін дейді. Болған нәрсе 85-ші жылдың әңгімесі. Сондай. Сонда ойлаймын енді. 90 қалып келіп отыр ғой. Енді сондай қыспақтардың бәрі соған әкеледі. Әрине әкеледі. Әркім болмайтын жерде бір 3 орын үшін қырылысып жатырмыз. Мысалы, 3 орын бар болған. Қазір сол біз жастарға айтамыз. Құдайға шүкір деңдер дейміз. Қазір мыңдап шетелде оқып жатсыңдар. Өзімді келтірдім, ал 3 баланың біреуі өте алмай қалды. Сонда 3 баланың 3 студенттің 2-і де орыс кетті. Бір қазақ бала. Ол да жорға өтті, өйткені ол Афганда соғысқан. Калиев деген жігіт сол Афганистанның арқасында кетті. Ол да тұрып алса керек, мен соғыс көргем деп. Оның соғыс көрген рас, Қызыл жұлдыз ордені бар. Содан ғана одан ойлаймын тайсақтаған шығар, 2 орыс қызын ауыстырып. Бір қазақтың баласын алып қалды. Бір қазақтың баласын алып қалды. Сұраған да жоқ, алып тастады болды. Барсам жоқпын. Оған дейін приказ, бұйрық шығып қойған. Сондай қыспақтар, ол біреу ғана. Сондай қыспақтар мыңдап, мысалы. Сіздің туған туыстарыңыз зардап шеккен жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай оқиға аман есен. Сол ағама сәл зияны тиейін деп қалды, тоже кейін қайда болдыңыз деп жазушы ағам ол кезде Жас Алаш газетінде зам редактор болып істейтін ағам. Оған да біраз әңгімелер айтты, бірақ дәлелдей алмады. Өйткені алаңда суретке түскендерді ғана қудалады ғой ол кезде. Суретке мынандай сурет әкеп тастайды жатақханаға. Тұрып алады бір КГБ-ның біреуі. Тап дейді. Егер сол кезде балалар мұна пәленше десе, ол бәлеге қалды. Әрине қазақ балалар да жынды емес. Енді бұл жерде басқа ұлттан кетті бәленің бәрі. Талайлар оқуға шықты. Сурет келді ғой өйткені. Алаңда олар немен скорыймен жүріп, бәрін түсіре берген. Соны мыңдап шығарған и таратады. Соның ішінде мынау пәленше десең болды. Сурет, документ. Енді қазақ балалар бірін-бірін, қазақ қыздары бірін-бірін сатты деп айтамайым. Бірақ өкінішке орай, сол суретпен де оқудан шыққандар болды. Олар қайтадан... Олар да кейін келді орнына. 2 жылдан кейін бәрі келді.
Енді алдағы уақытта желтоқсаншыларға статус берілген жағдайда не өзгеру мүмкін? Ол жерде олардың бір сол еңбектері десе де болады. Өйткені алаңға барғанның, сол кезде алаңға барғанның бәрі батыр. Мен солай есептеймін. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, жаңағы 20 градус аязда жаңағы қар жерде бәрі ауыл балалары ғой солар. Жатақханадан барған, алматылық көшеге барды деп айта алмаймын, өйткені бірде-бір факті жоқ. Может, бірен-саран бар шығар, мен білмейтін. Бұл жерде күйгендердің бәрі желтоқсан жатақханада отыратын ауылдың балалары. Ал бәрі енді жаңағы жағдай мықты деп айта алмаймын. Жатақханада жағдай барлар тұрмайды ғой. Сол жеңіл-желпі киіммен барған бәрі соның кесірден суықта ауырынып. Мұрат аға, қазақтың көкірегінде желтоқсанның елесі әлі кезіп жүр. Желтоқсанның басында кім тұр негізі? Желтоқсанның неге ол желтоқсан туралы шындық әлі күнге айтылмай келеді? Желтоқсанның басында ойлаймын тұрған адамдарда болуы мүмкін. Бар деп ойлаймын даже. Өйткені біздің жатақханаларға келмегенмен, Никольский базар деген орталықта базар бар, соның айналасында технологиялық институт, Казгудың физика математикасы және театральный художественный, соларға түнде жасы үлкен кісілер келіпті. Неге жатсыңдар? Елімізді таптап жатыр деп. Таптағанда ол мен ұлттық мүддені қорғадау деп ойлаймын солар. Жеке мүддесін қорса, өздері жауап берсін. Ертеме кешпей жауап береді. Бірақ солар ұлттық мүдде жағы басым деп мен өзім соған сенем. Сондай болсын лайым. Өйткені сол 10 шақты жатақханадан алғашқы болып шыққан көшеге солар. Алғашқы болып шыққан көшеге солар. Жемпи шықты. Қыздар институты оған да барған. Таңғы 9-да 87 жылы тағы да желтоқсан айы Куйбышев, қазіргі Самара қаласы, Дупи деген санаторийге бардық. Барғанда қыдырып барғам жоқ. Бұлай тұрды орысша. Семинар совещания студентов медицинских вузов СССР. Мен Алматыда студенттер кәсіподағын басқаратын. Арнайы солай жақсы оқығаннан кейін. Соны мен жіберді Алматыдан. Сонымен сол жерде бәрімізде 35 мединститут бар екен Советтер одағында. Соны таныстырып жатыр ғой. Мынау Москва, мынау Ашхабад, мынау Таллин, мынау Выру, мынау Бішкек, жаңағы Фрунзе. Соны мені таныстырды. Город Алматы деп. Сонымен де ду қол шапалақ елдің бәрі. Сонымен жаңа үзіліс кезінде маған деген сұрақтар. Ұлттық батыр мол, батыр болып қабылдады олар. Бірақ мен өкінішке орай ол жерде батыр боламадым. Мен наоборот мемлекеттің саясатын айттым. Басқа қолымнан келмейді ғой бір жылдан кейін. Біз қырдық жойдық деп айта аламын ба? Айта алмаймын өйтіп. Бір қателік болды дедім. Құдай өзі кешірсін. Сол сөзіңіз өкінесіз бе әлі? Енді өкінем, өкінбесем басқа кім біледі? Бір хабар келді, мен қайтадан оқудан шығарама, қайтадан қамап тастайма. Бір жыл ол біздің неміздің, ақшуымыздың тарқаған кез емес еді. 2 жылдан кейін ғана сөздер айтылды. Жақсы, жылы сөздер 2 жылдан кейін айтылды. 2 жыл күттік жақсы сөздер айту үшін. Сонда жаңағы Прибалтика ғой, жаңағы Евро, солар біздің мақтағанын көрсеңіз. Қазақтарды. Қазақ біздің мақтағанын көрсеңіз Прибалтика. Грузиндер, өзбегі әкелерім сөздері, сондай жағымды сөздер айтылды. Қазақтар мықтысыңдар сендер. Сендер сондай жақсы сөздер айтылды. Өкінішке орай мен оларға осы сөзге қуанамадым. Сонда сол бір бөлмеде бір латыш, бір латвиялық, бір өзбек, сол 4-еуміз жатқанбыз. Солардың қайтқанша сөздеріне қанық болдым. Сөйтсем олар осы нені, олар үшін бұндай дүрбелең, Прибалтика үшін бұл дүрбелең жаңалық емес. Олар соған дайын екен. Оны көрсетті ғой олар. 89 жыл көшеге кірді. Көшеде бейбіт шерумен шығып, олар тартып алды. Білесіз, алғашқы 3 мемлекет Горбачевтың көзінше тартып алды. Бетіне ашық айтты, біз сізбен жүрмейміз, сізде барлық жағдай басқаша деп. Сондай. Дәл сол жылы айтайын енді, сол ресторанға бардық қой, бізде адам баласымыз ғой. 2 апта жүрміз. Кім барады? Средняя Азия, өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен, тәжік. Барып отырмыз бір шетінде.
Ана жерде бір түрік жігіттері отыр. Кейін Әзербайжан болып шықты. Олардың алдында арақ шарап біздің мұғалімдер ғой, ана жартысы мұғалім, оларға бермей қойды. Айтты, қазір жаңаға общество трезвости жүріп жатқан кез ғой. Айтты, сіздерге берілмейді деді. Аналар ішіп отыр ғой, біз неге ішпейміз? Сен ішіндегі ең жасы мен болсам керек, сұрап келші деді. Олар қаяқтан апты деді. Бардым, ассала берді, солай. Біздің жігіттер сұрап жатыр, сіздер неге ішіп отырсыздар? Сондай айтатын заман ғой, бізге неге берілмейді? Қандай жолмен алдыңыздар деп сұрадым. Сонда біреуін отырып, сен кімсің деді маған, ұлтың. Қазақпын деді. Қай жерденсің деді, Алматыдан деді. Орнынан тұрды да, қазақ үшін қазір бір жәшік береміз деді, қазақ үшін. Мемлекетке, совет үкіметке қарсы шыққан қазақ жастар үшін береміз, қазір орнына бара бер деді. Барып отырдым, бір 5-10 минуттен кейін бір жәшік пиво әкеп қойды столға. И жаңағы официантка айтты, это в честь казаха, солай айтты. Сонда өзбектер тағы да бір толқы болған оқиға. Бұл 87 жылға. Сөйтсек, кейін естіп жатырмыз ғой, жаңағы Тольятти мен Самараны жаңағы машина шығатын заводтың рекеттері сол Әзербайжандар әнеугүні болды ғой жағдай. Атып өлтіріп, сол әңгіме сол кезде басталған, соған сай келеді де, көрдіңіз ба? Мықты жігіттер екен, қазақ үшін береміз деп, жігіттердің бір сауабын алғаным бар. Егер осыдан 39 жыл бұрын бұл нәрсе өтіп кетті ғой, дәл сол күнгі жағдай қайталанатын болса, уақытты кері жылжытып, сіз тағы да алаңға шығатын бедіңіз? Мен шығам, неге шықпаймын? Елім үшін қалай шықпайсыз? Шығамыз, елім үшін шығамыз. Қанша ата-бабамыз осы тәуелсіздіктің құрбаны болып кеткенін бәріміз білеміз. Бір үйде 10 баласы бар үйдің әкесі 9 баласын ертіп, жалғыз баласын тұқымға қалдырып, соғысқа емін-еркін кете берген. Олар ойланбаған. Енді қазір жастарға біраз ақыл айтамыз ғой енді. Жастарға сеніңкіремейміз, өкінішке орай. Бірақ бұдан 2,5 мың жылда жастарға сенбеген екен. Нострадамустың қамыс хатында жазылып кеткен екен. Бүгінгі жастар дәл солай. Бүгінгі жастар біздің ойымыздан шықпайды, болашағы не болады деп 2,5 мың жыл бұрын армандап кеткен екен. Ештеме өзгерген жоқ, Құдайға шүкір. Сондықтан біз де сол жастарға сеніміз керекпіз. Мағжан Жұмабаев айтпақшы, мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығарар деп мың таңға, бір таңда жастарға сену керек. Жастар елін қорғайды деп сенемін. Мұрат аға, алаш деген сөзден бізде әлі қорқады. Ұлтын сүю, ұлтшыл деген сөзді ұлтжанды деп әдемелеп, өзгертіп, солай тігісін жатқызып, айту бізде бір үрдіс болып кетті. Осы қазақ кімнен қорқады, мен түсінбеймін. Мен де түсінбеймін. Дәл қазір негізі әсіре ұлтшылдық та жақсылыққа апармайды. Бірақ біз соны айтуға, ұлтты айтуға әлде болса тайсақтаймыз, дұрыс айтасыз. Мысалы, Грузия әсіре ұлтшылдықтың зиянын шегіп отыр. Біз енді ұлы жүз, қалай еді, великий народ солай айтып жүрдік қой, сыбырлап сөйлестік. Қазір енді неге қорқамыз? Алаш деген сөзден неге қорқамыз, мен де түсінбеймін. Олар ұлт үшін жанын берген жоқ па, бәрі қыршын кеткен жоқ па? Біздің бетке ұстар қаймақтарымыз 35-38-де. Қорқудың керегі жоқ. Ұлт жанды болу керек. Ұлтты көтеру керек. Ұлтты көтермей алысқа бармаймыз. Ұлттың атын атамай, ұлтшыл болмай, әсіре ұлтшыл болмау керек, бірақ нәрсе сол. Басқа ұлтқа тіл тигізбей, оларға зардап шеккізбей, өзіміздің ұлтты бірінші орынға қоюымыз керекпіз. Тек қана ұлтты, сонда ғана біз биік-биік белестерді бағындыра аламыз. Сізге бір сұрақ, желтоқсанның айтылмаған ақиқаты бар ма? Сіздің ойыңызша? Менің ойымша, енді жан-жақтан айтылып жатыр, айтылмаған деп айтам, қалды деп айтамайым. Бәрі бүгінгі таңда барлық айтылды. Сөз жетті. Әңгіме соған сәйкес жаңағы қорытынды шығарылды ма мемлекеттік дәрежеде. Әңгіме сода. Тағы да айтып кетейін, енді мемлекет болса да жаман емес. Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманын бергенде президентіміз айтқан сол кезде, бұл
желтоқсаншыларға берілген баға деген. Мен соған соны бағалаймын. Ал енді бәрімізге бір бере қой деген тоже жаңағы қисынға келмейді. Бірақ статус берілген дұрыс. Ал енді бәрімізге жаңағы төлем деген болса, мен оған қарсы шығарайым. Жоқ, біз ақша үшін барған жоқпыз ғой өйткені. Жоқ, біз ақша үшін барған жоқпыз. Біз ұлттың мүддесін күйттеп бардық. Енді қазір соны бір статус беріп қойса болады. Жаңағы материалдық шығынға орындырмайтын арнайы беріп қойса болады. Желтоқсаншыларға бір қаулы қабылдап қойса болады деп ойлаймын мен. Сонда олар кішкене, енді қанша өмір қалды дейсіз? 60-тың ар жақ бер жағында. Енді бір 10-15 жылда уже сиреп бастады. Өкінішке орай. Зардабын шеккен қанша адам дәлелденбей о дүниелік болып кетті. Соның бірі біздің Бауыржан Үсенов Жуалыға. Ол соғына бүйрегінен таяқ жеген, жатып қалған. Содан кейін-ақ бүйрегі сыр беріп емдеп бастады. 5 жылдың ішінде о дүниелік болып кетті. Сондай мысалдар жетіп артылады. Сол үшін бір дәреже беріп қойса болар еді. Сонда олар да өздері. Ол даже басқа болашақ ұрпаққа да сабақ қой. Өйткені мынаны көрген балалар ертеңгі күні одай басқа самасын, тағы бір жағдайлар болып жатса, олар жаңаға ұлт үшін ұмтылу керек. Ұмтылады деп ойлаймын, бірақ дегенмен бұл жақсы болар еді. Біздің студияның көрермендеріне тілегіңіз, жастарға. Сізге рахмет. Біріншіден студияңызға шақырып, желтоқсан туралы арнайы хабарлама жаңағы не жүргізіп отырсыз. Көп рахмет. Енді елге халық айтатымыз, оқырмандарға айтатымыз тек мына алмағайып заманда тілейтіміз біреу ақ. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Тәуелсіздікке сызат түспесін. Мынау айналадағы болып жатқан оқиғаның артын немен тынатынын әлі өзіміз де білмейміз. Бірақ керек болса ел үшін, отан үшін тұрайық, тұрады деп сенем. Бәріне жақсылық, амандық, саулық, денсаулық тілеймін. Рахмет. Сіздерге рахмет. Қалың қазақтың қаймағы шайқалмасын, рухы сынбасын. Құрметті біздің Сертин форумының тұрақты көрермендері, бүгін өзгеше бізде подкаст болды, өзгеше сырлы сұхбат болды. Сезімге де ерік бердік, көз жасқа да ерік бердік, өйткені бұл жерде тек шындық айтылды. Қазақтың көптеген жүрегінде жүрген сұрақтар қойылды, ақиқат жауап берді деп есептейміз. Бұл сұхбаттың төрешісі де өздеріңізсіздер. Олай болса, Алаш Серттен таймасын.